Кәсіптік кітап номері 21 өнімділік. Конференция зауға жеттім. Семинар соңына саяп қалыпты. Бұл жиын компания басшыларына арналған жыл сайын өткізілетін шара. Бұл жолғы семинардың тақырыбы өнімділікті арттыру. Баят ұстаз проекторды өшіріп орнына отырды. Зейнетке шыққанда бірнеше жыл өтсе де жұмыстың қатты ығыстамады. Зор құлшынысымен семинар өткізеді. Залдағы 120 орынның бәрі толы. Шара аяқталғанда семинарға қатысушының алды жеміс-жидектің қабығы мен тәтті батареялардың қағазына толды. Үстелде жартылай бос бөтелкелер қалды. Бәрі де сыбырлап сөйлеп сыртқа беттеді. Бірі семинарда айтылған мәселені талқыласа, біреуі қайдағы жайдағы сөз етіп барады. Ұстаз әз-мәз болып сабыр сақтап тұрды. Бар даусымен: "Тоқтаңдар, ханымдар мен мырзалар, тоқтай тұрыңыздар", деді. Жұрт аңтарылып ұстазға қарады. "Залдан шығып кеткен адамдарға қайта кірсін деп айтыңыздар", деді. Бәрі қайта кірді. Таңырқай қарап тұр. Ұстаз микрофонды алып залдың ортасына келді де: "Бүгінгі семинардың тақырыбы жұмыс өнімділігін арттыру болатын. Залға қараңыздаршы, еккенін тіккен болса, орғаным болса болмас", деген. Егер біздің семинардың нәтижесі шашылған бөлме, жайраған 120 орындық, кірбеген тәрелке мен жартылай бос қалған бөтелкелер болса, өнімділік артпақ тұрмақ, зиянға ұшырағанымыз, деді. Директорлар бір-біріне қарады. "Бәріңізден өтінерім, орындықтарды түзеп қойып, жеміс қабықтарын залдың шыға берісіне қоқыс шелегіне тастап, ішінде суы бар бөтелкені өзіңізбен ала кетуді сұраймын. Шөлдегенде ішерсіздер, ыдыстың ішінде ішілмеген суды ысырап болады", деді ұстаз. Біреулер бұл сөзге күлді. Бір-екі адам наразылық айтып күңкілдеді. Көп ұзамай зал іші қайта толды. Орындарын тазалап, біразы бөтелкелерін ұстай шықты. Ұстаз езу тартып: "Жұмыла көтерген жүк жеңіл деген. Осындай жұмысты 1 минуттан аз уақыттың ішінде істеп бітірдіңіздер. Ал компания жалдаған еден жуушы мұны бірнеше сағат тазалар еді. Жұмыс өнімділігін арттыру деген осы. Бір түйір дәнде бір тамшы тер болар. Егейіп қоқыс алғанында еңбек өнімділігіне жатады. Екінші бір жұмыстың соған жұмсайтын уақытын азайтады", деді. Зал ұйып тыныш отыр. Бәрі жаңалыққа кенелгендей ұстазын көз алмай қарап тұр. Ұстаз орнынан тұрып, терезеден сыртқа мойын бұрып: "Өнімділікті арттыру деген таңғажайып немесе өте қиын дүние емес. Ол компания бағбанына ауаны тазарту немесе шлангынан су емес сыпыртқыны пайдалануды үйрету, бақшаны күн шақырайып тұрғанда емес таңертең немесе кешке суаруды дағдыға айналдыру, қарапайым ауыз суға арналған бөтелке ішіндегі суды ысырап етпеуден үйренген адам өнімділікті арттырудың қыр-сырын біледі деген сөз", деп аяқтады сөзін.